Сол кезде атама риза болдым. Сол кезде жалғызымсың әнін саған түбегейлі рұқсатымды бердім деп, өз атыма кәдімгі заңды түрде қағазбен атыма орындау құқығын берген. Сөйтіп жалғызымсың әні орындап шықтық. Солай орындалды. Сол кезде Нұрайым қарындасымызбен де сөйлесіп, барған келісіп, одан кейін ол кісілер Алматыға келетін болып, Алматыға келіп, сол кезде дауыс жазылып, сол кезде аранжировкасы бәрі жасалып, сөйтіп клипін да түсіріп, сол моментте эфирлар болды Қазақстаннан. Эфирға да кірдік, интервьюларға. Сөйтіп шықты ән. Ән шыққан қазіргі таңда енді менің ойымша 4 миллион 200 қаралым жинады ютубтан. Менің ойымша халықтарға жетті деген ойдамын. Ең бірінші тиктоктан, инстаграмнан прям жарып жатты ғой. Сол кезде көріп, о, дауысы қандай күшті, өзі инструменттерді ойнай береді деп. Сол кезде бір таңғалған болатынбыз. Сол кезден бастап, сол кезде продюсердің көзі түсті да, осы қыз жақсы хит болып келе жатыр. Давай осы қызбен дуэт айтып көрейік деп сол кезде ұсыныс тастады. Сол кезде солай басталды.